Сәлеметсіздер ме? Бүгін жұлдыз құрақ айдары мен жұлдызды аспан құрағы шеберлік сабағын ұсынамыз. Бұл құрақты құрау үшін түсі әртүрлі маталардан көлемі 12-12 см болатын шаршыларды қиып аламыз. Барлық шаршылар тік бұрышты үшбұрыш шығатындай диагональ бойынша қиылады. Ал енді маталарды қиып алып, оларды үлгі бойынша көрпеше тәрізді үстел бетіне дұрыс орналастырамыз. Құраққа қойылатын талап біреу. Ол мата бөлшектерінің симметриялы болуы және түстерінің үйлесімді орналасуы. Нәтижесінде түрлі түсті әсем құрақтар пайда болады. Мата фактуралары әртүрлі болғандықтан сырғып кетпеу үшін алдымен бір-біріне қосылып тігілетін бөлшектерді инемен қадап алу керек. Құрақ құрау, мата қиындыларын іске ұқсату, кәдеге жарату және үлкен сәнділікпен матадан қиюластыра тігу.